Сәлем достар, алдарыңызда флешпен жасалған анимациялық суретті ұсынып отырмын. Яғни алдарыңыздағы анимациялық сурет размері 860x205 пиксельді құрайтын флеш-баннер. Флеш-баннер Adobe Flash Professional CS6 бағдарламасымен жасалған. Қазір осының қалай жасалғанына толықтай куә боламыз. Яғни бізге қажеттісі ең бірінші сурет, яғни бізде кадрда 3 сурет қолданылған. Осы сурет және де флеш бағдарламасының өзі. Бұлай, біздегі суреттер міне 2-3, осы 3 суретті таңдадым. Қазір осы суреттің басынан аяқ қалай жасалғанын сіздерге көрсетемін. Алдымен бізге осы аниматор түрінде, яғни анимациялық суреттің жасалуын ыңғайлы болу үшін Adobe Flash бағдарламасын біз ретке келтіреміз. Ол үшін терезе, жұмыс, панеліне біз аниматор таңдаймыз. Егер сіздерде жоқ болса, осылай қойып алыңыздар аниматор етіп. Яғни бізде панель өзгереді. Панельдің таймлайн блогында бізде анимацияны реттейміз. Ал tools жерде бізде құралдар, инструменттер және жұмыс аймағы. Бұл жерде біз құжат, сурет яғни орналасады және осыны редакторлаймыз. Кейін properties бөлігінде бізде свойствосы дейміз орысша, қазақша қасиеттері. Library'де библиотека және қазақшасы кітапхана. Осы жерде біз анимацияда қолданылатын құжаттарды, материалдарды осы жерге орналастырамыз. Жалпы қысқаша шолу жасақ, біз Adobe Flash Professional бағдарламасы арқылы ойындар, сайттар, флеш мультфильмдер, флеш анимациялық баннерлер жасауға мүмкіндік беретін бағдарлама. Бағдарламаның, яғни анимация жасауымен қатар, бұл ActionScript бағдарлама тілдерін қолдайды. Яғни ActionScript 2.0 және 3.0 кең таралған. Осы екі тілді айтуға болады. Және де қосымша айтар болсақ, жалпы Adobe-тың өнімі ғой бұл Flash Professional. Яғни After Effects, Photoshop-та алыңыз, Illustrator-да алыңыз, мынау Flash Professional-да алыңыз, Premiere-да алыңыз. Бұлардың принциптері ұқсас бір-біріне. Яғни инструменттерді алсаңыз да, қандай жалпы өзінің жұмыс істеу принципі ұқсас, яғни Photoshop-та жақсы жұмыс істеген адам флешпен тез жасап кете алады және сәйкесінше After Effects-пен де тез меңгеруге мүмкіндігі бар деп ойлаймын өзім. Яғни бұндай ерекшеліктер бағдарлама тілдерінде де кездеседі. Яғни Pascal-ді жақсы есеп шығарған адам Delphi-де бағдарлама құруға тез бейімделеді. Әрі қарай C#, Java, PHP деген сияқты кете береді. Енді сол сияқты дүниелер деп қысқасын айтайық. Кеттік, көк сөзді қойық, нақты іске кірісейік. Алдымен File, New. Бізде жаңа құжат жасау үшін осы команданы ұмытпаймыз. Яғни алдын ала кешірім өтінемін сіздерден. Біріншіден, бізде бағдарламалар қазақ тілінде жоқ, сондықтан көп жағдайда біз орысша бағдарлама қолданамыз. Бірақ мен өзіме ағылшынша ыңғайлы болғандықтан мен ағылшынша қолданатын боламын. Егер орысша болса сіздерде, онда қиын болмас деп ойлаймын. Яғни ағылшынша мен орысшаның тек қана локализация интерфейсі ұқсас болғанмен тілдер ғана өзгеше. Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. ActionScript 3-ті алайық. 3-тің бізде ең оңай жақсы тұстары бұл жерде дайын код отрывоктары, кусоктары, яғни бөлшектері, дайын кодтар бізге арнайы ұсынылатын болады. Яғни бұрын, мысалы, параққа өту үшін арнайы сіз кітап ақтарып жазу керек болсаңыздар, ActionScript 3.0-де бұлар библиотекада арнайы ұсынылады сізге дайын кодтар. Тек қана сіз соны қойып, өзгертіп, және соны пайдалана бересіз. Яғни қазіргі кезде арнайы ақпарат технология мамандағы бұл маманы болу үшін көп 4-5 жыл оқып, студент болып міндет емес деп ойлаймын. Яғни бірнеше туториалды алып оқып, программаны алып қолданып, кәдімгі іске кірісіп, үйреніп меңгеріп алу бұл соншалықты қиын дүние емес. Және сол жағдайда қазіргі бағдарламалар
жасаушылар жағдайын жасап жатыр. Assassin's Creed 3 размер бізге баннер мына сайтты қараңыз. Бізде размерін Chrome мен инспект элемент арқылы біз өлшемін біле аламыз. Яғни так. Міне 860-та 205. 860-та 205. Дәл осыны қазір жасаймыз қайталап. 860-та 205 пиксель. Так. Және тағы бір ескерту. Менің қазір ноутбук қолданып отырмын. Ноутбугым шамалы әлсіздеу. Әлсіздеу болғанда басында жақсы болған, қазір көп жыл ауыр программалар жұмыс істеп, қазір шаршап қалды біраз. Енді кедергі емес бұл бізге қазір. Так. 3 файлды ұстадым. Кейін лайбрарыға қоя салдым бірі. Так. Бізде автоматты түрде қойылып қапты барлығы. Бұны қазір бәрін өшіріп тастайық. Мен тышқамен басып, дельта кнопкасын басып өшіріп жатырмын. Бізге layer 1, яғни слой 1, 3 слой керек бізге. 3 не үшін? 3 сурет үшін. Яғни бірінші слойға мен аламын да бірінші суретті қоямын. Кейін қасиет арқылы бұның позициясын реттеймін. Яғни позициясы бізде 0, x бағыты бойынша 0, y бағыты бойынша 0. Мектепте өткенсіздер математикада, яғни графика сызу кезде x, y бағытымен есептер шығарасыздар. Қарапайым. Так, екінші слойға екінші суретті қойдым. Так, міне, екіншінің ячейкасын бастым. Әзірге жастыра тұрайық бұны, кедергі жасамашын. Екінші слойды бастым. Екінші суретті келіп қоя салдым. X бағыты бойынша 0, Y бағыты бойынша 0. Жастыра тұрамыз. Үшінші слойға. Тағы да қасиетіне көшеміз. X бағыты бойынша 0, Y бағыты бойынша 0. 0 координаталық нүктесінен орналасады. Яғни бізде 860-та 205-дің дәл ортасында орналасып тұр. Сәйкесінше суреттің өлшемінде 860-205 пиксель, сондықтан дәл өлшемге келіп тұр. Яғни шығып та кетпеген, артта кетпеген, кемде емес, дәл келіп тұр. Міне, үшеуінде алып тастадым, жоқ болып кетті. Бұл уақытша енді. Кейін бізде фотошопта мысалы слойды қойып салдыңыз, болды, осымен шаруаңыз бітті, ары қарай монтаждау жұмысына кетесіз. Ал флеште бұл жерде бізде анимация, фильм болғандықтан бізде слойдың өзінің уақытқа және уақытқа тәуелді болар. Сондықтан міне жоғарыда 1, 5, 10, 15, 20 деген бұл секундтар бізде. Енді уақытқа тәуелді деп айттық. Так, енді бізде бұлар слой қатпарлар бізде жай қатпар түрінде тұр. Енді біз уақытқа тәуелді етеміз. Яғни бірінші қатпар бізде 50 секундқа дейін көрсетілсін дейік. Ол үшін біз F5-ті басамыз. F5 яғни бізге тек қана қосады, яғни уақытын ұзартады. F5-ті бастым. Ал келесі слой бізде 50-ден 100-ге дейін F5-ті бастым. Екінші қатпарға көштім, кейін 100-ші ячейкаға бастым, яғни 100-ші секундқа дейін деп F5-ті бастым, сөйлеге дейін ұзарды. Так, енді үшінші қатпар бізде слой 150-ші секундқа дейін барсын. Делік. Тексереміз. Ctrl, тест новый. Так, ойнатып көреміз. Міне 5 секунд. 5 секундтан кейін 5 секунд сайын ауысып тұр міне. Сәйкесінше қараңыз. 15 секундқа бар жоғы 15 секунд десек біз 15 секундқа дейін тек бір ғана кадр бізде тұр. Яғни бұл соңына дейін бір кадр ғана ойнайды. Ал ортасынан үзіліп кетеді. Яғни бірінші кадр 5 секундқа дейін, екінші кадр 10 секундқа дейін ойнап үзіліп қалады. Дальше қайсысы ұзақ өмір сүреді, сол көрсетіле береді бізге.
және 15 секундтан бұл жылдамырақ екенін сіз көріп тұрған боларсыз. Себеп мынада. Біздің кадрымыз секундына 24 кадр секунды деп айтады орысша, сол параметрді. Сондықтан бізде кәдімгі берілген 15 секундтан жылдамырақ ойнап жатыр. Яғни 24 кадр секунд соған бөлініп кетіп жатыр. Енді бізде бірінші слой 5 секундқа дейін ойнаған кезде бізде мына дизайн проект любой сложности деген сурет көрініп тұр. Яғни бұл астындағы екі суретті жауып қалып тұр. Міне, мысалы мен мынаны уақытша өшіре тұрсам, астындағы сурет міне осыны жауып қалып тұр. Сондықтан бізде астыңғы мына бір жолдар бізге қажеті жоқ, мусор айтқанда. Оны қалай кетіреміз? F6 бізде жаңа кадр қосады. F6 мен бастым, жаңа кадр қосылды мына жерге. Ал келесі кадр бізде артық. Сондықтан мына нүктеге басып, нүкте бізде егер қара нүкте серый болып тұрса, яғни қара нүкте және жолақ өзі сұр болып тұрса, демек бұл жерде кадр бар деген сөз. Алып тастасам, дельта кнопкасын басып алып тастадым. Жоқ. Келесі 5 секундқа дейін қалдырайық, қазір керек болады 5 секунд. F6-ны бастым, бізде запас 5 секунд. 95-тен 100-ге дейін. Так. Ал мына бір жерде алып тастаймыз, дельта. Яғни бізде жалғыз нүкте болғанмен, осы нүкте бізге мына бір жерге дейін әсер етеді. Сондықтан барлық жері сұр бұның. Бізге басты нүктені алып тастасақ ағарады. Grid motion. Так. Бұны біз енді қарапайым кадрден анимацияға айналдырамыз. Міне, көгілдір болды. Бұл демек бізде анимацияға дайын. Келесінде анимация жасаймыз. Және үшінші кадр, үшінші слойды да анимация етеміз. Міне. Енді бұлай. Бізге motion editor керек болады. Қазір F6-ны басып кадр қостым. Метка жасаймын, метка. Және мына жерге метка. Кадр айтам, не үшін жасап жатқандарымды. Міне мен ойнатқан кезде суреттер бірден ауысып кетіп жатыр. Тас күйінде. Ал мына жерде менде эффектпен ауысады. Яғни өшіп барып келесі сурет, өшіп барып келесі сурет. Жұмсақ түрде. Қазір солай жасаймыз. Сол үшін мен 5 секунд қалдырдым. Яғни бұл 5 секунд бізде біреу өшіп, қысқасы сондай эффект жасаймыз қазір. Міне, motion editor, біз альфа қосамыз фильтрге. Так, альфа қосамыз. Color эффектіне қарауыңыздар, color эффекті альфа қостық. 0% тұр. Так, бұл жерде бізде 0% болмау керек. Егер 0% десек, біз жоғалып кетеді. Сурет өшіп қалады. Яғни бізде суреттің прозрачность дейді орысшасы, қазақшасы тұнықтығы дейміз бе, өшкінділігі дейік жарайды. Міне. Процент жоғарылаған сайын бізге сурет пайда болады, 100% келген кезде толық сурет көрінеді. Міне. Бізде бастапқыда сурет 100% көрініп тұрсын. Осы жерге дейін, осы меткаға дейін, яғни осы лейблға дейін бізде суретіміз 100% көрініп тұрсын, альфасы. Ал мына меткадан осы бірінші слой соңғы шегіне дейін 0-ге дейін 0-ге апарамыз. Уақытша мына екеуін өшіре тұрайын, не үшін жасағанды көрсетейін. Міне. Так. Басынан мына бір жерге дейін бізде 100% болсын. 10-ға дейін түсіп кетті автоматически, бұл болмайды. Бізге 10 керек емес, 100 керек. Сондықтан басынан бастап жаймен ойнатып көрсетем сізге.
ойнап жатыр. И міне мына нүктеден бастап соңына дейін бізде өшеді ақырындап. Және бізде келесі басталады, келесі сурет. Сонда бізде мынандай эффект болады. Өшіп және қосылған. Ал мына жерде тас бірден ауысып кетеді. Бұл әдемі емес әрине. Екінші суретке де солай жасаймыз. Яғни бізде мына жерге 0, альфа 0-ге апарамыз. Color effect альфа 0, дұрыс. Жүздедік. Так, мына нүкте альфа 100-ден басталады. Альфа 100-ден басталады. Мына бір меткаға дейін, нүктеге дейін 100 альфа болып тұрсын. Дұрыс. Ал осыдан бастап келесі кадр басталып жатқан кезде бізде жаймендеп альфасы 0-ге ауыссын деп айтамыз. Енді тексереміз. Бұл жерден жаймен ауысады қазір. Жасадық солай. Келесі де солай болу керек. Міне, тамаша. Солай соңында да жасаймыз. Так, ең соңынан бізде 0 болып бітсін альфамыз. Дұрыс. Ал осы жерге дейін 100 болады. Және оның басы да 100-ден басталу керек. Толық көрсетіп тұрсын суретті. Ал тағы тексереміз. Бұл жерде автоматически флеш өзі алып кете береді процентті. Міне 100 депті, және біз 0 деп көрсеткенбіз. Себебі бастапқы мәндерге, бастапқы кадрға тәуелді. Тәуелді 100 және 100 болсын. Дұрыс. Енді тексереміз. Жаймен деп ауысты. Жаймен деп ауысты. Жаймен деп ауысты. Тексереміз. Флешпен ойнап тексереміз. Жаймен деп ауысты. Жаймен ауысты. Енді қараңыз. Бұлай болады. Мына жерге де 5 секунд қосамыз. Себебі бізде бұл бірден ашып кетіп жатыр. Яғни бізде бұл жер 100, мына жер 0-ден басталсын. Ақырында қосылсын. Мына жер 100. Ал енді тексереміз. Соңғы кадр мен бірінші кадрдың түйісуі. Міне, жобамыз дайын болды. Енді бір 5 минутта жасалатын жұмыс бұл. Енді экспорттаймыз бұны. Флеш құжат ретінде. Анимация бірдейікті сақтаймыз. Так, міне, аним бірдейт. Ашып тексереміз. Тамаша ойнап тұр. Және бұл сайттың исходный кодын қарасаңыз қазір тексереміз. Так, поиск.swf. Міне, мына файл бізде. Яғни өлшем 860-та 205. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.